So'zlardan ne bo'lmaydi. So'zim ko'p ma'noli so'zlar bilan. Ya, ko'p ma'noli so'z bilan amonim so'zlarning ayirmachiligi qanday? Qayerda isbat yo'qish? Kim javob beradi? Ko'p ma'noli so'zlar bilan amonim so'zlar bilan ayirmachiligi? Ayol amonim so'zlar nega aytdim? Amonim so'zi Aytib bir so'z, biroq ma'nosi erkaklar. Және ол екі сөздер bilan жасалады, ya. Al ko'p ma'noli so'zlar Ko'p ma'noli so'z. bir negizga qalыптасқан. Және әртүрлі сөз таптарынан тұрады, ya. Мысал келтірші ko'p ma'noli so'zlar. Мысалы бас, адамның басы, жануардың басы, таудың басы, судың басы, барлығы бір негізден тарап тұр, және қандай сұраққа жауап беріп тұр? Ya, zatesi болды, ya. Барлығы бір сөз таптар. Ал амоним сөздер, бір амоним сөзге мысал келтіреміз. Алма сөзі, айтылу бірдей болғанмен жейтін алма, және Bir нәрсені алма. Ya, ол етістік. Сонда біреусі затесі, екіншісі етістік болды, ya. Сонда көп мағыналы сөз бен ауыспалы амоним сөздердің айырмашылығы осыдан екен, ya, балалар. Жақсы, онда сабағымызға кірісейік. Жауап береміз. Мен сұрақтар жаңбыры әдісі арқылы әрқайсыңа берем, сол жауап бересіңдер. Қой ғой, дайындалып отыр. Аяғыз. Сезім. Мұралик. Ал. Қатсандар. Келді. Қайын Мәриза. Ал енді балалар, бұл сұрақтар жаңбыры әдісі, қазір соған жауап береміз. Бірінші сұрақ кімге келді? Қалай ойлайсыз, өсімдіктер қайда өмір сүреді? Дариға жауап беремін. Өсімдіктер жерде немесе топырақта, Құрлықта өседі. Олардың жануарлардан айырмашылығы бар ма? Өсімдіктердің жануарлардан айырмашылығы бар ма? Айым? Олардың жануарларда айырмашылықтары бар. Себебі жануарлар қозғалады, жүреді. Өсімдіктер болса жүрмейді, олар өсімдіктер күн сәулесімен тамақтанады. Ya, жақсы. Яғни жануарлар жүреді, қоректенеді, өмір сүреді, тамақ жейді, ал өсімдіктер бір орында тұрады екен, ya. Олар тамырымен және топырақтан нәралар екен, және күннің көзімен өседі екен, ya, балалар. Жақсы. Келесі сұрақ, өсімдіктердің қандай түрлерін білесіңдер? Кімге келді? Өсімдіктер әртүрлі. Қандай түрлері бар? Гүлдер, бұталар, ағаштар, шөптер, дәрілік шөптер болып бөлінеді. Жақсы, рахмет, отыра ғой. Қызыл кітап деген кезде қандай өсімдіктер енген? Қызыл кітап дегеніміз жойылып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктерді енгізетін кітап. Оған қандай өсімдіктер енеді? Жойылып бара жатқан Немесе сирек кездеседі. Жақсы, отыра ғой. Рахмет. Қандай дәрілік өсімдіктер білесіңдер? Кімге келді? Жалбыз, мұрын, қаламбыр, түймедақ, тап сол сияқты дәрілік өсімдіктер бар. Жақсы. Қандай гүлдер өсімдіктер білесіңдер? Кімге келді? Кактус үйде өседі, тағы. Ал оя үйде өседі, е? Тағы? Қайта қойды. Кактус, алоэ, жола, тағы да басқа өсімдіктер бар. Дала өсімдіктері. Дала өсімдіктері далада өсетін өсімдіктер. Жақсы. Өсімдіктерді қоршаған орта үшін маңызы бар ма? Кімге келді? Өсімдіктердің қоршаған орта үшін маңызы бар. Қандай маңызы бар? Дарина айта ғой. Айта ғой кейзі. Газбен өзіне тартып таза ауа Ең бірінші ол таза ауа шығарады. Тағы? Айта ғой. Ол бізге дәрілік Өсімдіктерден дәрімен жасайды, ya. Тағы тамақ болады бізге, ya. Не істейміз? Көкөніс
Жақсы балалар енді оқу екінші тапсырма деп дәптерді орындаймыз. Жетті, ya балалар. Енді келесі екінші мақсатымыздың жеке жұмыс болады. Қазір сендерге мәтін таратылып береді. Сол жерде синоним, амоним, антоним